Сәлем достар, және Жылот техник каналының көрермендері, және біздің станциямыздың білім алушылары. Бүгін сіздерге Lego Digital Designer дейтін бағдарлама жөнінде айтпақшымын. Бұл айтқанда компьютер бағдарлама. Бұл жерде Lego конструкторларды виртуалды құрастыруға болады. Бұл жерде экранда мысалы үш түрлі кладка дейді. Мысалы бірінші Digital Designer'дің мысалы осындай ойыншықтар қарастыруға болады. Екінші біздің қазір сабақта қолданып жүрген мысалы майыншықтарымыздың нелері, наборлары, жиынтықтары. Бұл жерде NXT бар, және де EVA3-дің жиынтықтары қарастыруға болады. Так, ары қарай жалғастырайық. Бізде бағдарлама бастау үшін жаңа жерде төменгі жағында екі түрлі папканы сурет тұр, және екіншісі жаңадан файл, жаңа беттеше ашу. Жаңадан ашамыз. Ашқан кезде осындай жұмыс үстелі пайда болады. Сол жағымызда көріп отқандағыдай топтамалар, керекті детальдардың топтамалары орналасады. Бұл жерде әр топтамаға кірген кезде ішіне сәйкесінше бізге керекті детальдарды, mesela мотор суреттері пайда болды. Бағдарламаға блогы, мозг деп айтқанда әртүрлі сенсорлар бәрін көруге болады. Үй жағдайында және басқа уақытта бірінші осы виртуалды роботтар құрастыруға болады. Мысалы, қазір бір үлгісін жасап көрейік. Мысалы, бізге ең бірінші мозг, EVA3-дің мозгын таңдайық. Мысалы, ортаға қоямыз. Керек бізге детальдерді, мысалы, алдын ала қағазға бір нәрсеге жазып алып, или бір роботтың суретін жүктеп алып, сол бойынша құрастыруға болады. Сол кезде әбден жеңіл болады. Енді біздер дөңгелектің өзі екі бөліктен тұрады. Ішкі бөлігі, мысалы, мынандай дөңгелекті таңдайық. Бұның сыртына бізге уже резинка таңдауымыз керек болады. Мынауымыз үлкен кішкентай болып қалды. Мына резинка келеді деген. Енді бұны бізге моторға бекітуіміз керек. Келесі топтамаға өтеміз. Келесі топтама төменгі жағында моторды тауып аламыз. Бізге кішкентай мотор керек па, үлкен мотор керек па? Мына кішкентай мотор таңдайық та. Бұл сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатқаным. Моторды таңдадық. Және енді бұны дөңгелекпен моторды бекіту керек. Екі ортада мысалы крестиктер болады. Пин дейді, жоғары жақтан тауып аламыз. Инструменттерді асықпай қарап отырамыз. Мына пиндер үшін керек. Мысалы, бізге мынандай крестик керек. Таңдадық. Моторға орнатамыз. Одан соң дөңгелекті орнатамыз. Одан соң сыртқы резинкасын орнатамыз. Мысалы, біз мысалы мозг таңдадық, мотор таңдадық, моторға дөңгелек
мисалы осылай кылып операцияларды жасай беремиз. Сосын керектүү мисалы датчиктер кондуруп болот. Баштапкыда осы курастырып үйрөнгөндөн кийин осы жасаган роботторубузду ичине бағдарлама жазып, жүргүзүп кароо болот. Ол жөнүндө келесі сабактарда чыгаратын болам. Бүгүнгү осы. Тыңдагандарыңызга рахмет.